Елімізде 18 конфессия жұмыс істейді. Олар 3685 діни бірлестіктің құрамында. Халықтың 15%-ы діндар адам болса, 10%-ы өздерін атеист санайды. Ал азаматтарымыздың 75%-ы Құдайға сенгенімен діни жоралғыларды ұстамайды. Бұл деректерді бүгін Дін істері және азаматтық қоғам министрі Нұрлан Ермекбаев жеткізді. Қасиетті Рамазан айында Астанада өткен халыққа есеп беру кездесуінде ведомство басшысы 9 айдың жұмысына тоқталды. Министрлік қазіргі таңда экстремизм мен терроризмнің алдын алуды жолға қойып келеді. Әрбір ғибадат орнында қауіпсіздік күшейтілген. Осының арқасында мешіттерде тәртіп бұзу деректері азайды. Сондай-ақ діни материалдарды таратушыларға тұрақты түрде бақылау жүргізіліп жатыр. Өткен жылы министрлік 10 мыңнан аса сайтты зерттеп, оның 1,5 мыңын заңнан тыс жұмыс істейді деп шешім қабылдаған. Биылда 900 әлеуметтік желі бұғатталып отыр. Үкіметтік емес ұйымдар мен азаматтық қоғам құруда бірлескен іс жолға қойылған. Діни материалдарды тарату арналарына тұрақты мониторинг жасау жолға қойылды. Министрлік интернетті бақылауға құзыретті орган болмаса да, біз интернетке тұрақты мониторинг жүргізіп, деструктивті контент анықталған жағдайда бірден ақпарат және коммуникациялар министрлігін хабардар етеміз. 2016 жылдың соңында радикалды және кертартпа көзқарастардың қалыптасуына әсер ететін факторларға зерттеу жүргіздік. Теріс ықпал ететін көздердің 60%-ы интернет пен әлеуметтік желілер болып шықты. Сондықтан интернетке дұрыс мониторинг жасау экстремизмнің алдын алудағы ең маңызды шаралардың бірі болып табылады.